Ақша заңын әрекетке келтіруші үлкен сыр. Күндердің бірінде бір ханым менен телефонда сұрады. Көп жылдар бойы қайырымдылық жасап келемін, бірақ байлығым артқанын сезбедім. Мен нені дұрыс жасамадым екен? Сіз кімге ақша бересіз, сұрадым мен. Жергілікті ғибадатханаға. Не үшін оларға бересіз, сұрадым мен. Олар соған мұқтаж, жауап берді ол. Оларға ақша беріп жатып, өзіңізді қандай сезінесіз, сұрадым мен. Құдды өзімді олардың алдында қарыздар сезінемін. Бірақ ақша бере жатып, өзіңізді қандай сезіндіңіз? Телефонда тыныштық орнады. Мейлі, турасын айтайын, бұл жағдай менде өте ауыр кешеді, мойындады ол. Чек жазып бере жатқанда жүрегімде де ауырлық сеземін. Жаман, дедім өкінішті, егер сіз ақша беріп жатып өзіңізді қолайсыз сезінсеңіз, теріс ойлар ойласаңыз, атап өттім. Ақша санаңызда жағымсыз сезімдер қатарында сақталып қалады. Сіз әлбетте өзіңізде жағымсыз сезімдер пайда болуымен бірге көп ақша келу жолын жауып қойғыңыз келмейтін шығар, дедім. Ойбай, мен мәселенің бұл жағын ешқашан ойлап көрмеген екенмін, деді ол. Егер сізден біреу ақша сұраса, жалынып, жалбарынып қоймаса, сіз сол адамның өтінішін қандырсаңыз, бұл әрекетіңізбен оның ақшаға деген мұқтаждығын тағы да асырасыз деп түсіндіре бастадым. Байлығыңызды көбейту үшін кімге ақша берсеңіз де, бұл ісіңізден рахаттануыңыз маңызды. Басқаша айтқанда, сіз мұқтажға берсеңіз, жомарт боласыз. Солай жасағаныңыз жақсы. Бірақ бұл мен айтқан заңға кірмейді. Мен түсіндім, деді ол. Мен оған жәрдем бере алмайтын едім, бірақ ойлауымша, мұндай қабілетке ие еместігімді түсіну үшін, оған ғаламдағы қандай да бір күштер оған жәрдем берген еді. Сіз нені түсіндіңіз, дедім мен. Мен ғибадатханаға құдды садақа сұрап жатқан қайыршыға назар салғандай қарайды екенмін. Жүрегім сол жерде тынышталған үшін де, ғибадатханаға ақша беруді қалар едім. Мен ол жерде кейде іздегенімді табар едім, кейде таппас едім, деді ол. Сіз бәрін жақсы түсініпсіз. Бәрі өз орнына түсті, дедім. Сіз өзіңізге ұнаған әрбір іс үшін ақша беруіңіз мүмкін. Мен де бір талай ұйымдарға көмек бергенмін. Бірақ бұл ісім үшін материалдық жоғарылауды еш үміттенбедім. Бұл шын көңілден берілген көмек, бірақ ол рухани заңдылықтарды әрекетке келтіру шарт емес еді. Рухани тыныштық табуыңыз мүмкін болған жерге, оңай, әрі азғана үмітпен сыйласаңыз, ғажайып күндердің бірінде рухани заңдылықтар әрекетке түседі, және материалдық қажеттіліктеріңіз кеңейеді. Қайырлы мақсатта жақсылық жасау арқылы, рухани тыныштық тапқанда ғана заңдылық әрекетке түседі. Егер ондай болмаса, демек адамдарға көмек беру үшін ғана жомарттық жасаған боласыз. Ақша сіздің есіңізде, яғни миыңызда жағымсыз сезімдер қатарында сақталып қалады. Сіз, әлбетте, өзіңізде жағымсыз сезімдер пайда етумен қоймай, көп ақша келу жолдарында жауып қоюыңыз ықтимал, бұндай болуын қаламайтын шығарсыз. Мен мәселенің бұл жағын ойлап көрмеппін. Егер сізден әлдекім ақша сұрағанда, тіпті бұл туралы жалынып, жалбарынса да, мұқтаж адамдың өтінішін қандырсаңыз, бұл әрекетіңізбен оның ақшаға деген мұқтаждығын тағы да асырасыз деп түсіндіре бастадым. Байлығымызды көбейтіру үшін кімге ақша берсеңіз де, бұл ісіңізден рахаттануыңыз керек. Басқаша айтқанда, сіз мұқтаж адамға ақша берсеңіз, жомарттық жасаған боласыз, солай жасағаныңыз жақсы, бірақ бұл мен айтқан заңдылыққа кірмейді. Мен түсіндім, дейді ол. Мен оған жәрдем бере алмайтын едім, бірақ менің ойымша, бұндай қабілетке ие еместігімді түсіну үшін, ғарыштық қандай да күштер оған жәрдем берген еді. Сіз нені түсіндіңіз? Сұрадым мен. Мен ғибадатханаға құдды садақа сұрап жатқан кедейдей қарайды екенмін. Жүрегім сол жерде тынышталған үшін де, сол жерге беруімді қаладым. Мен ол жерден кейде іздегенімді табатынмын, кейде жоқ. Сіз бәрін жақсы түсініпсіз, дедім мен. Бәрі өз орнына түсті. Сіз өзіңізге аған әрбір іс үшін ақша беруіңіз мүмкін. Мен де бір талай ұйымдарға көмек бергенмін. Бірақ бұл ісім үшін материалдардық жоғарылауды еш үміттенбедім. Бұл шын көңілден берілген көмек, бірақ ол рухани заңдылықтарды әрекетке келтіру шарт емес еді. Рухани тыныштық табуыңыз мүмкін болған жерге, оңай, әрі азғана үмітпен сыйласаңыз, ғажайып күндердің бірінде рухани заңдылықтар әрекетке түседі, және материалдық қажеттіліктеріңіз кеңейеді. Қайырлы мақсатта жақсылық жасау арқылы, рухани тыныштық тапқанда ғана заңдылық әрекетке түседі.
Егер ондай болмаса, демек адамдарға көмек беру үшін ғана жомарттық жасаған боласыз. Шүбәсіз, бұл жоғары дәрежелі жомарттық болады. Мен де солай жасауыңыз керек деп білем. Қайталаймын, бұл кітаптың негізгі тақырыбы ақша табудың үлкен тарихи сыры болып табылады. Әр кез рухани тыныштық және ақпарат алатын жерге еркін және шын көңілден ақша сыйласаңыз, және де бұдан рахаттансаңыз ғана бұл маңызды сырды әрекетке келтіре аласыз. Ақша бұл қажеттіліктің сыртқы көрінісі ғана. Джорджиана Уэст. Жетістікке жетудің 10 қағидасы.